Ғаламторда жарияланған бұл сұр маркалы көлік қаладағы ит иелерінің зәре-құттарын алып қойған. Өйткені бұл көлік тізгінінде отырғандар тапатал түсте мойнында қарғы бауы бар иттерді атып кетеді екен. Тіпті мылтықтың оғына қожайыны бар иттер де ілігіп отыр. Данную машину, которая проводит отстрел собак. Бұл көлікті қаладағы барлық ит иелері біліп алған, таниды. Олар заңсыз жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын. Өйткені көлік ит атуға арналмаған, ешқандай белгісі жоқ. Тіпті балалар мектепке баратын уақытта да иттерді атқан. Заң жүзінде мұндай жұмыстарды еш адам көрмеген дұрыс. Биылғы жылы қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауға 2,5 миллион теңге қаражат бөлінген. Ал қалалық ветеринарлық станциясының қызметкерлері көшеде иттердің тұмылдырығы тағылып, иесімен бірге серуендеуі тиіс дегенді алға тартып отыр. Отлову подлежат бродячие собаки и кошки, находящиеся в общественных местах. Ауланған иттер мен мысықтар қаңғыбас болып саналады. Себебі олар қаланың орталығында жүр. Ешқандайда иелері болмаған. Ал ережеге сәйкес иттер көшеде иесімен бірге жүргені дұрыс. Ал иесі табылғанша 60 күн бойы атпау туралы ереже жоқ. Тіпті қала түгілі еліміз бойынша жоқ. Ольга Минок қаланың жеке үйлерінің бірінде тұрады. Ол иттерді бірнеше жылдан бері 10 асырайтын айтады. Қымбат әрі сирек иттерді асырайтын төбеттер бұл жағдайға қарсылығын білдірді. Оның айтуынша күтілген иттері тұрқы қаңғыбастарға қарағанда бөлек. Түрлерінен ақ олардың иелері бар екенін білуге болатынын жеткізді. Даем информацию, что потерялось животное. Әртүрлі жағдайлар болады деп ойлаймын. Мәселен, қарғы бауы шешіліп, кейбір иттер қашып кетуі мүмкін. Біз көп жағдайда хабарландыруға береміз. Түсінесіздер ме? Олар да біздің отбасы мүшесі. Өте қиын жағдай. Бұл жағдайдан кейін иттердің иелері көшеге шығуға қорқып қалған. Олар төбеттерді атпас бұрын арнайы құжаттарын көрсетсе екенін айтады. Әсіресе ит атқыштардың көліктерінде арнайы белгі болғаны жөн. Егер қарғы бауы бар иттер көшеде жүрсе, оларды бірден атып тастамай, 3 күн торда ұстау керек. Статистикаға сенетін болсақ, жыл сайын қалада 600-ден астам иттер ауланады екен.